Менің есімім Мусин Тимур Халкенұлы. Мен осы бейбіл қарындасымызға ем шипа осы емханаға келген себебім Тұрсынбек Өмірзақовтың интервьюін көрдім. Содан көріп, бұл кісіге келдім. Ол көктем уақытында бірінші келгенім. Содан мінекей бір сеанс емін алдым. Мен уже өзім 3-4 жыл болды гемодиализдемін. Гемодиализден білесіздер, бүйректің ауруы. Бұл кісіге келіп, мінекей бұл кісінің бірінші несі диагноз қояды. Алланың берген қасиеті, бұл кісі диагноз қояды. Сол диагноз айтқан диагноздың бәрі бізге өзіміздің диагнозға сәйкес келді. Сол диагноз бойынша сосын емдеді. Сол бірінші келді операция істеді. Мен содан жақсы. Диализдағы адамдардың кішкене дәрет жағынан проблема ғой. Кішкене қиындау болды. Сол кісі операциядан кейін бәрі түзеліп, бізде айына диализді анализ алады, общий. Соның анализдерін осы айдың бірінде алады. Сол анализдарды көрсеткен, бұл кісіге анализдерім өте жақсы болды. Уже 2 айдың анализі өте жақсы болып отыр. Давлением түзелді, сахарым бәрі түзелді. Енді мысалы бір Алланың берген қасиеті бұл кісіге мойындап рахмет айтамыз. Сол кісіге рахметімізді осы үй ішімізбен келдік. Балалардың немелері де келдік. Ол да не, сол бірінші кішкене қысылғанда немерені телефонмен демдеді. 2-ші күн алып келдік. Сол деген енді өте рахмет айтамыз. Бәрі ол Алланың берген қасиеті бұл кісіге. Сол қаншама азаматшылар осы жерге келіп жатыр, жан-жақтан, әр өңірден. Сол қолының жеңілдігін берсін, шипасын берсін баршаңызға да. Рахметім басқа бұл кісіге ештеңе айтпаймыз. Бала-шағаның, отбасының қызығын көрсін. Осы әр шипа, әркімнің өзінің ауруы адамның миында дейді ғой. Сол сияқты сеніп, бірінші Аллаға, сол кісіге бұл кісі Алла, сол бұл кісі себепші. Соған сеніп күлу керек, сонда шипасы болады деп ойлаймын өзім.